Абылай ұстаздан бастаймыз. Өзіңіз айтайын, тағдыр мәселесі. Абай не дейсің, сен айтшы бірдеңе, айтатын бар еді ғой. Жұлдызды түндерде бір ұрысау, ана ауыр неге ше. Ананың жауабы ауыр болады. Не қатысы? Айттым ғой, мен қуамын. Құрдас сен өзің неғыла бер. Ассалаумағалейкум, қадірлі жамағат. Танымал ұстаз Нұрсұлтан Рысмағамбетпен болған табиғаттағы әдемі кездесуді аяғына дейін қараңыз. Кездесуде тағдыр туралы, Алла разылығы үшін жақсы көру сияқты тақырыптар қозғалады. Біздің арнаға жазылыңыз, ұнаса лайк басыңыз. Жамағатқа таратып сауапқа кенеліңіз. Бисмилlah, вальхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Ассаламу алейкум, ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті Рухани сапар бестің қатысушылары және ат жоқ подкастың жаңа формат, жаңа маусымының көрермені, мынау жол тревелдің ұйымдастыруымен болып жатқан осы жайлаудағы сапарымызда сіздермен жүздесіп отқанымызға қуаныштымыз. Бізде әдеттегідей қонақта Нұрсұлтан ұстаз, Абылай ұстаз. Енді көрерменнің сұрағына кезек берейік. Садақа бергенде адамның өмірі ұзару дейді, және жамандықты қайтару, сол тағдыры қалай түсінуге болады тағдырда? Неге? Бұны жатырда адамның әр дәмі, әр сәті жазылған тағдырда. Біз өмірге келген кезде садақа бергенде адамның өмірі ұзару, жақсы жамандықты қайтару, сол қалай болады? Иә, мен сұрақты қайталай кетейін. Адам нәресте болып анасының жатырына түскен кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады ғой, 120 күн өткеннен кейін оның ризық несібесі, ажалы, барлығы белгіленіп жазылып қояды деп. Енді кейбір хадистерде келеді, мынаны істесең ризығың көбейеді, ананы істесең, жаңа бір қатарына Абылай ұстаз да айтып өтті ғой, ажалың кешіктіріледі, яғни өмірің жасың ұзарады. Бұл қалай болды енді? Анау күні жазылып қойған нәрсе қайда әу бастағы? Мынаны істесең ол өзгере бере ма? Онда неге жазылды деген әңгіме ғой. Бұл шынымен де көп жерде бұл сұрақты қояды. Енді бұның жауабын Абылай ұстаздан бастаймыз. Өзіңіз айтайын, тағдыр мәселесі. Басын бастап берсей, басын бастап. Неге қалың киініп отқанымызды бәрін айта бер. Даламызда, таудың жағасында отыр. Бисмилlah, альхамдулилlah, уссалату вассаламу аля расулилlah, амма бa'д, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Жаңа енді мәселеде садақа берсем өмірім ұзарады, жаңа бәле жаладан аманда болады деп бар ғой енді. Ризығым артады деген секілді. Бірақ та енді ғалымдар бұны тағдыр мәселесін жалпы өйтіп күрделендірмейді, барынша, мейлінше жеңіл қылып түсіндіруге тырысады да. Оның бір мысалы, сенің мысалға садақа беруің, бұл да сенің тағдырыңның бір бөлшегі. Мысалға, Алла тағала құлым садақа берген себепті оның 60 жыл өмір сүру керек болған өмірі 70 жыл болды, 80 жыл болды деген секілді тағдырға байланысты болады. Яғни қысқа нұсқа айтсам, сіздің садақа беруіңіз сіздің тағдырыңызға жазылып, сіздің мысалға 60 жыл өміріңіз 70-80 жыл болады деген секілді мәселе ғой негізі. Бұны бір аса бір ауыр түсіндіруді қажет етпейді, яғни қарапайым түрмен айтсам. Демек, ана жерде жазылған кезде сонысымен бірге жазылады. Сонысымен бірге жазылады да ол. Құлым садақа береді, одан кейін мен 60 жыл жазатын өмірімді 80 жыл ұзарттым, 90 жыл ұзарттым деген секілді. Ол туыстық қарым-қатынасын нығайтты, сол себепті оның өмірі осылай ұзарды деген секілді тағдырының ішінде бірге жазылады да соның барлығы. Алла тағала бастап білген да, Алла тағала өзінің ғана ғалим сипатымен алдын ала ежелден оны біліп жетіп жазып қойды да. Бірақ қарапайым айтатын тағы бір мәселе бар. Алла тағаланың бізге жазып қоюы оның бізге бір мәжбүр етуі емес та. Яғни Алла тағала оны ежелден біліп жазып қойды. Біз, яғни оны Алла тағала бізде бір мәжбүрлеген жоқ. Яғни бізде таңдау еркі бар. Соған Алла тағала біздің болашақты білуімен жазып қойды деп айтсақ болады. Былай ғой енді қорыта айтқанда, сенің садақа беретініңді Алла бұрын білген. Иә. Сол беретіндігің себепті жаңағыдай өміріңе өмір қосқан. Иә. Ал бермейтініңді білгенде өміріңді қысқартуы мүмкін еді. Немесе туыстық қарым-қатынас сақтамайтынын білгенде ол қысқаруы мүмкін еді. Сондықтан Алла тағала сіздің беретініңізді баста білген. Сізде таңдау еркі бар ғой өйткені. Алла тағала мәжбүрлемейді ғой. Сен бересің деп ешкімді, Алла тағала күнәға да сауапқа да мәжбүрлемейді ешкімді. Пенденің өзінің қалауы бар. Алланың алдында пенде сол қалауынан сұралады. Көрдіңіздер ме? Сол сіздің қалауыңызға сай Алла сіздің істеріңізді жаратады. Сіз садақа беруді қалайсыз ғой? Сол кезде автоматты түрде не жұмыс істейді? Қол, жүрек, барлығы жұмыс істей бастайды да, ана садақаны беріп құтылады дейді. Түсіндіңіздер ғой? Демек, сіздің қазіргі беріп жатқан садақаңыз бар ғой? Ол негізінде Алла баяғыда білген сіздің солай беретініңізді. Жатырға сағаннан бересіз. Иә, соған сай өміріңізді ұзартқан деп айтып жатқан сияқтымын, сондай ма? Мен ақидам дұрыс екен, альхамдулилля. Бұл тағдырдың мәселесі негізі, құрметті ағайындар, мынау рухани сапардың бірге сапарлас болып жатқан кемедегі жаны бір дейді ғой енді, бауырлар, ағалар. Бұл тағдырдың мәселесі бар ғой негізі, жалпы қатардағы рядовой деп айта берейікші, қатардағы мұсылмандар үшін өте ауыр тақырып. Исламдағы ең көп ағымдар осы тағдырдан шыққан. Сондықтан ана қатты бүйтіп неғыла берудің керек жоқ ше кейбір мәселелерде. Ал енді қатты алаңдатып алатын болса, онда оны дереу сұрап, сол күмәнді кетіріп алу керек. Өзіңнің ойыңнан бірдеңелерді құрастырып алып
байқамай басқа бір ағымға түсіп кетуі мүмкін. Түсінікті ғой? Сондықтан осы тағдырдың мәселесіне өте абай болуымыз керек. Кейін жаңағы ана 120 күн деп айтты ғой. Осыған қалай ол? Ол енді хадисте белгіленген мөлшер ғой. Алла тағала қалаған уақыт. Сонда мына жерде мынадай нәрсе шығып тұр да, баланың бақытты болатыны и бақытсыз болатыны деп айтады ғой хадисте, дұрыс па? Сонда ол сол кезде жазылып қойған болса, бақытты болады, бақытсыз болады деп жаңа үрленіп жатқан кезде рух. Сонда ол дүниеге келгеннен кейін адамда таңдау еркі жоқ па? Сонда мен бақытты боламын. Бұл жердегі бақытты, бақытсыз деген нәрсе бар ғой. Иә. Ол жаңағы мин саадат ибн адам, мин шақуат ибн адам, немесе шиқуа. Жаңағы адамның бағы мына үш нәрседе бақыты, соры мына үш нәрседе деген сияқты хадистер келеді ғой. Сол жердегі ол бақыт немесе жаңағы бақытсыздық деген ол сен туғаннан бастап өлгенше сен бақытсыз болып кетесің, немесе туғаннан бастап өлгенше сен бақытты болып өтесің деген нәрсе емес қой. Бақыт деген ол өмірдегі промежуток сәттер ғой. Болды. Басыңа келген қуаныш, ол сенің бақытың. Ертеңгі күні келген қайғы, сәтсіздік, ол сенің сорың. Сол нәрселер кезек-кезегімен неше рет сен сәтсіздікке ұшырайсың, неше рет саған сондай қуаныш, өзің жақсы көретін нәрселер келеді. Сол сияқты адамның өмірдегі ақ пен қарасы ғой былайша айтқан кезде. Сол жазылып қояды. Неше рет ақ көреді, неше рет қара көреді. Иә, бірден анау бұл өмір бойы бақытсыз болады. Ол бақытты деп жазылып қояды. Өмір бойы бақытты болады деген нәрсе жоқ. Ол жерде түсіндіңіздер ғой? Адамның өміріндегі белгілі бір кезеңдер жазылады дейді. Бақытты, бақытсыз болады деген сөзі кей сәттерде. Қазір қандай болып отырсыздар? Қазір бақытты болып отырмыз. Неге? Өйткені бұл жерге бір керемет имани сұхбат, Алланың періштелері жиналып жатқан, сондай бір керемет. Мен мынадай нәрсе ойыма келіп тұр. Қыстырып кете салайын. Мынадай сөз бар, үлкен жаңағы нелерден қалған. Бүй деп айтады. Саманиятун тәжри алан наси куллихим дейді. 8 нәрсе бар дейді. Бүкіл адамзат одан өтетін дейді. Бәріміз отырық қой мына жерде. Бүкіл адамзат сол нәрседен өтеді дейді. Осыған күшті келетін сияқты мынау, иә? Әдемі. Не дейді? Хузнун ва сурурун дейді. Қайғы, мұң және қуаныш дейді. Дұрыс па? Өмір бақи қайғылы күн жоқ, дәл сол сияқты өмір бақи қуанышты күн жоқ. Бағанағы міне, бір кезеңдер болады қуанышты, бір кезеңдер болады қайғылы. Осылай өмір кетіп отырады. Хузнун ва сурурун ва иштимаун ва фурқатун дейді. Кейін не дейді? Бір кезеңдер болады дейді, біреулермен достасасың, табысасың, танысасың, немесе жарыңды табасың, немесе балалы боласың. Дұрыс па? Осылай бір-бірімен не пайда болады дейді, арада байланыс пайда болады дейді. Ол байланыс бірақ дейді, мәңгілікке жалғаспайды дейді. Сен тапқан жолдас белгілі бір себептермен не істеп кетуі мүмкін? Сенің өмір жолыңнан мүлдем кетуі мүмкін. Немесе сен тапқан әйел де сенімен мәңгі бірге тұрмауы мүмкін. Не келісе алмауы мүмкін, немесе екеуінің біреу өмірден өтіп бәрібір ажырайды деп жатыр. Бас қосасың дейді, әңгіме жоқ, бас қосасың, бірақ артынша ажырау күтіп тұрады дейді. Ешкімге жалғасып байланып қалған жоқ деп жатыр. Нешеу кетті? Хузнун ва сурурун ва иштимаун ва фурқатун сумма усрун дейді. Одан кейін ауыр күндер келеді дейді. Кәдімгідей басыңа бұлт үйіріледі дейді. Ол бұлт одан кейін күн шықпайтын сияқты болады дейді. Сөйтсең дейді, артынша не келіп тұрады дейді? Юсрын келіп тұрады дейді. Бұл алтыншысы. Яғни керемет анадан кейінгі бір күшті, бір бақытты қайтадан бір уақыттар басталады дейді. Жеңілдіктер келеді Алладан. Одан кейін не? Сумма суқмун вал афия дейді. Одан кейін ауру келеді дейді адамға. Ауырмайтын адам жоқ дейді. Көрдіңіз бе? Адамсың ба? Болды, ауырасың. Аурудан кейін не келеді дейді? Шифа келеді дейді. Бағанағы періштенің жазат деп жатқан нәрсесі, осы нәрселер болса керек деп айтып жатқан ғой. Бүкіл адамзат осы 8 нәрседен өтеді екен. Қуаныш, қайғы, бас қосу, ажырасу, мәңгілікке немесе мына дүниеде. Одан кейін ауыр күндер, кейін жеңілдік, одан кейін денсаулық пен ауру, шифа. Міне осы нәрселер. Керемет. Алла разы болсын. Абылай не дейсің? Абылай не дейсің? Сен айтшы бірдеңе, айтатын бар еді ғой. Жұлдызды түндерде бір отырып. Жоқ, қосатын ештеңем жоқ, әдемі. Жақсы. Келесі сұрақ көшейік. Енді жаңағы ретімен келесі сұрағымызға көшейік, иә? Құрда сен анасы дауыс естілді ме? Жоқ, нормально. Сұрақтың жауабы қанағаттанарлық болды ма, соны біліп алайық. Иә, түсінікті болды ғой, иә? Аллаға шүкір. Менде мынандай сұрақ болып тұр да. Мысалы, ер адам әйелін жақсы көреді. Бірақ хадистерде келеді. Бағана бастай жоқ. Жоқ, ол сұраққа жауап беріп қойдыңыз. Ер адам әйелін жақсы көреді. Бірақ хадистерде келеді, Алла разылығы үшін жақсы көру деген нәрсе. Алла разылығы үшін жақсы көру деген дейді. Жай жақсы көрумен, махаббат. Нәпсі үшін емес, Алла үшін деген, иә. Соның айырмашылығы неде? Мен сені Алла үшін жақсы көремін деп айтумен, мен сені просто былай жақсы көремін деп айтса. Сол просто дұрыс-ау, ана ауыр неге ше? Ананың жауабы ауыр болады. Ол үшін біраз жерге бару керек, Алла үшін жақсы көремін дейтін болса. Просто тұра алмайды да конца. Ол ауыр, сол үшін өзі қуатты нәпсі үшін. Абылай айтады, ол махаббаттың темасын. Тема, иә. Мәселе бұл даже әйел мен еркек арасында емес, әке шешесін Алла үшін жақсы көру. Әке шешесін жалпы өзіңе жақындарды, ет жақындарды Алла үшін жақсы көру мен нәпсі үшін жақсы көру деген айырмашылығы не дейді?
Өте керек. Өте мықты сұрақ мынау. Мен де қинап жүргенше осы тауға келіп жауабын табайын деп келгенмін ғой. Қалай? Қалай айтсам болады. Мысалға бізде енді яғни Алла разы үшін жақсы көру деген сөз орынмен қолданылатын жерде бар, орынмен қолданылмайтын жерде бар да. Мысалға мен ата анамды Алла разы үшін жақсы көремін деген сөз емес. Ол әке-шешем болғаннан жақсы көремін ғой мен оларды кәдімгі. Мені туды, бақыт қақты. Бірақ та мен соларға бір балалық махаббатым оларға сол бір Алла разылығы үшін деген нәрсе білдіреді да ол. Түптің-түбінде. Түсінікті ме? Мысалға қарапайым айтсам, негізі Алла разылығы үшін деген нәрсені бір дағуатшы бар, атақты бір сөзі бар да. Алла разылығы үшін деген сөз негізі бізге қиын болған кезде қолдану керек сөз дейді. Мысалға қалай айтсам болады? Мен мысалға бір жұмыста бір қалай айтса коллега, мысалға бірге жұмыс істейтін бір жұмыскерім бар, досым бар, бірақ та оның бір қасиеттері ұнамайды маған. Мен былай жақсы көруге тырыстым, былай ұнатуға тырыстым, болмай жатыр да. Сол кезде мен сені Алла разылығы үшін жақсы көремін дейсің да. Алла сені маған қасыма дос қылып әкеліп қойды. Маған ұнамайсың, просто тағдырымда сен жазылдың маған. Бір-бірлеріңе сынақсыңдар деп тұр ғой. Сен Алланың мүлкісің, мен Алланың мүлкіне ешқандай бір өзім қарсы сөз айта алмаймын, оған бір ренішін білдіре алмаймын. Алла тағала сені осындай жаратты, мен оған иман келтірдім, мен сені Алла разылығы үшін жақсы көремін дейсің да, болды. Әйелге де келеді екен ғой. Сол айтып тұрғаным сол ғой. Егер сен әйеліңнің бір ғалымда айтады ғой, әйеліңнің бір ауыр мінезіне шыдай алмайсың, қиын. Енді әйелің қарапайым күні бая жақсы көресің ғой өзің. Ал Алла разылығы үшін жақсы көру деген, яғни сол кезде сені бір қиын жағдай болып тұрсың да, әйеліңе де бұрынғыдай махаббат жоқ, бұрынғыдай бір сезімдерің жоқ, бір қасиеттер ұнамай бастап жатыр. Сол кезде сенде іштей болады да. Мен бұны мысалы аманат қылып алдым. Алла тағала маған бұны аманат қылып қара деді. Енді мен бұны Алла разылығы үшін жақсы көремін. Яғни оған қиянат жасамаймын. Оған ешқандай жаңағындай бір зұлымдық қылмаймын деген секілді ғой. Ұнамай қалса да сондай жерде Алла бізге айтты, біз оны бұйрықты орындаған халде мен Алла тағала айтады хадистерде бір-бірін жақсы көрген құлдар деп. Ол жерде бәрі бір жақсы бауырлар бір-бірін жақсы көріп жүре береді ғой. Мысалы дос ретінде ол не үшін жәннатқа баратындай, жәннатта аршының көлеңкесінде отыратындай, ол не қасиет бір-бірін жақсы көріп жүре адамдарда. Ол жерде жаңағындай мәселе ғой негізі. Ол саған ұнамаса да, оны сен кемшіліктерін жақтырмасаң да, оны Алла сондай жаратқанда иман келтіріп, мен сен сонда да жақсы көремін деген нәпсімнен де аттап өтетін бір сезім да ол. Ол сондай бір мәселе да. Соңғы шекте қолданылады деген ғой значит. Соңғы шекте қолданылу керек сөз да. Ал о баста емес деген ғой негізі. Осы жерде айтасың ғой, айтшы бер. Қалмай тұрғанда Мен ұмытып қаламын бірақ. Мен айтып тастайын. Жаңа сөзіңе кішкентай тұздық қой. Қатты ештеңе білмеймін просто. Алла үшін жақсы көру деген нәрседе, өткенде ана нені де сұрадым ғой. Алланың аршысында 7 топ болады дейді ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, иә? Адамдардың барлығы қиналып жатқан кезде ол 7-еуі Алланың аршысында демалады дейді көлеңкеде. Сол жерде мынадай сөз бар хадисте. Алла үшін достасқан дейді, және Алла үшін қоштасқан дейді. Түсіну бар. Алла үшін достасқан и Алла үшін қоштасқан. Ақылыңа салсаң келмейді анау. Қалай ол Алла үшін достасасың и Алла үшін қоштасасың. Десек, бұны имам Жамалуддин Ал-Қасими болса. Жамалуддин Ал-Қасими деген үлкен имам былай деп айтқан екен. Алла үшін дос болу деген Алланың көлеңкесінде, аршының көлеңкесінде болу. Бұл мынадай дейді. Мысалға, азамат енді мен көзіме түсіп отыр ғой. Азаматтың бойында бір Алла жақсы көретін қасиеттері бар да, Құдайға ұнайтын. Мысалға, күнделікті Тәбәрәк сүресін кешкісін жатарда оқиды мысалға. Мүлк сүресін. Мен сол азаматтың сол қасиетін жақсы көремін да. Алла үшін жақсы көру деген осы екен. Оның бүкіл жерін жақсы көру емес ол. Түсіндіңіздер ғой, иә? Жоқ, оған қараған кезде бір жаңағыдай Құдай сүйетін бір қылықтар бар да бойында, или бір көркем мінезді да. Күшті адамдармен мәмілесі күшті да. Оның қасиет менде не? Жоқ. Сол қасиет оның бойында пайғамбардың қасиеті ғой ол. Болғандығы үшін мен оны не істеймін? Жақсы көремін. Бұл Алла үшін жақсы көру деген осы дейді. Дұрыс айтып отырмын ба, Құдас? Дұрыс. Дұрыс емес болса жақтан ұрып отырмын жақтан. Ал енді Алла үшін қоштасу деген не ол? Сенің жақсы бір бауырың бар да, бірақ бойында Құдайға ұнамайтын, Құдай қайтарған қасиеттер бар да істеп жүрген. Көрдіңіз ба? Ішіп жүр. Қараңыз, енді сондай бір қасиеттер бар да, оны Құдай не істемейді? Ұнатпайды, жақтырмайды. Сол Алла жақтырмағандығы үшін сіз сол қасиетті жек көресіз да. Алла үшін қоштасу деген сол қасиеттер үшін онымен араласқың келмейді да. Неге? Өйткені уағыздамасаң, уағыздаласың деген қағида бар. Баяғыда бір кісі мешітке кетіп бара жатады екен. Болады ғой енді ауылда, мен өзім өскен ауылда болған. Ана жерде 3-4 кісі күнде соне Буштың туған күнін тойлайды бүгін. Ертең елсінің әйелінің туған күнін тойлайды. Күнде мейрам ғой енді оларда. Ішіп отырады, соны айтады ғой, жігіттер, давай жұмаға. Бүгін жұма. Или мешітке кетіп бара жатады, жігіттер, намазға кеттік мешітке деп. Бір күні аналардың өзі мына жеріне жетеді ғой, көшеде ішіп отыратын жігіттердің. Я братан дейді ғой, қойшы сен дейді да, біздің білесің ғой бармайтынымызды ояққа. Деп айтады. Ана сонда кісіні қарады, аналығы машина. Күліп айтады дейді ғой, мен білемін дейді сендердің бармайтындарыңды. Просто сендер бірінші болып братан келсе ішек деп айтудан гөрі мен бірінші айтқаным жақсы дейді да. Сендердің айта алмай қаласыңдар дейді да оны.
түсініп жатсыздар ғой, иә? Бұны неге айтып кеттік екен, не қатысы? Айтпаймын ғой, мен қуамын. Құрда сен өзің неғыла бер. Бұл жерде енді жаңағы нәрселер енді бауырлардың арасындағы бір-бірін жақсы көру, бір-бірінен Алла үшін ажырау деген нәрселер айтылды ғой барлығы. Жаңа енді әйелімді жақсы көруім Алла разылығы үшін, баламды жақсы көруім деген тақырып бас қозғалып тұр ғой, енді әке-шешемді жақсы көруім деген. Бұның тағы бір мағынасы, тағы бір түсіндірмесі. Сенің оларға деген махаббатың Алланың ризалығы деген шеңберінен шығып кетпеу керек. Шариғаттың шеңберінен шығып кетпеу керек. Сен баламды жақсы көрем деп, балаңның қалауы үшін күнәға бармауың керек. Әке-шешемді жақсы көрем деп, олардың қалауы үшін ақиқат дінінен бас тартпауың керек. Кезіндегі анау Саад ибн Аби Ваққастың оқиғасын білесіздер ғой, сахабаның. Шешесі аштық жариялап, сен дініңнен қайтпасаң, Мұхаммедтің ізіне ергеніңнен қайтпасаң, мен өз-өзімді өлтірем деп. Анашым, сенің 100 жаның болып, 100-і біртіндеп шыға берсе де, мен бұл алған бетімнен қайтпаймын, мен бұл ақиқат дінін танып тұрмын, мен қалай қайтамын дейді ғой. Міне, ол анасын жақсы көреді. Анасын өте қатты құрметтейді. Анасы үшін жанын беруге дайын. Бірақ Алланың ризалығы деген шеңбердің ішінде жақсы көреді. Балаңды да сол. Ана Құрандағы сендердің әйелдерің, балаларың сендерге кейбір кездерде, кейбір уақыттарда дұшпандық қылады. Сақ болыңдар, абайлаңдар дейді ғой. Сен сол жаңағы үлкен қызметте отырған кезде, қолыңда қаражат, қыруар жаңа халықтың қаржысы тұрған кезде, аманаты тұрған кезде, сен сол әйеліңнің прихоти дейді ғой, соның бір нәпсі қалаулары, ананы алғысы келеді, мынаны алғысы келеді, анаған барғысы келеді, мынаған барғысы келеді. Соған бола сен анадан жымқырасың ғой. Балаң құтырғысы келеді, қымбат көліктерді мініп. Соның қалауы үшін сен жақсы көріп тұрсың өткен баланы. Ана бір халифаның сөзі бар ғой. Уалид ибн Абдул-Маликтің өзі бұзғын болып өскен анау мынау дейді ғой енді. Сонда әкесіне айтқаннан кейін мен баламды құртқан нәрсе мен оған шектен тыс махаббатым дейді. Көрдіңіз, оны Алланың ризалығымен шеңберлеп қояды да былай. Сен қаншалықты жақсы көріп тұрсаң да, сол үшін шариғаттан аттап кетпейсің. Мынау Шейх Рамадан аль-Бутидің Әл-Хуббу фил Құран деген кітабы бар. Әшейін бір лекция жинағы десе де болады. Бір жерге барғанда, конференцияға барғанда сол тақырыпта баяндама оқыған, кейін еліне келгесін соны бір кеңейтіп жазып тастайыншы, осы тақырыпта ешқандай кітап жоқ екен деп жазып шығарып жүрген ғой. Сол жерде адамның махаббаты бар ғой, жақсы көру сезімі. Соны бөледі да, Аллаға деген махаббаты, адамға деген махаббат және дүниеге деген махаббаты. Соның ішінде Аллаға деген махаббат енді сен құлы болғаның үшін, ол сені жаратушы, тәрбиелеуші, егең болған үшін жақсы көресің ғой, бүкіл жақсылық, нығмет сол тараптан келіп тұрған үшін, ол енді өздігінен жақсы көресің. Ал адамды жақсы көруші, адамды Алланың ризалығы үшін жақсы көресің. Жаңағыдай шеңбердің ішінде жақсы көресің. Шартты түрде, шектеулі. Ал дүниені не үшін жақсы көресің деген кезде, оны дүниені Алла үшін деп айтпайды. Мысалы, ешкім мен Алла разылығы үшін өзіме 200 миллионға көлік алдым деп айтпайсың ғой, мысалға. Алла ризалығы үшін, Алланы жақсы көргендіктен бір күшті бір үйде тұрайыншы деп болсын, қымбат үйді сатып алдым деп айта алмайсың ғой. Оны ана әуелгі Аллаға деген махаббат бар ғой. Сонымен тек таразылап отырасың былай. Аллаға деген махаббатың көбірек болып тұру керек. Сол балансты сақтап жүруің керексің. Соған міндеттісің. Мүлдем дүниені жек көріп кетіп жақсы көрмей, ана Абылай ұстаздың қазір Ризық кілттері кітабында бұл өте кеңінен қозғалған болу керек бұл тақырып. Мұсылманның дүниемен қарым-қатынасы деген тақырыпшасы бар ғой ішінде. Анау баяғыда бір сөздер шықты ғой. Дүниені не дейді жаңағы? Қолыңда ұстама, қалтаңда ұстама, жүрегіңде ұстама, қолыңда ұста, қалтаңда ұста деген бандай романтикалық сөздер шықты ғой. Оның бәрі бос нәрсе ол. Бәріміз осы жерде дүниені жақсы көреміз, сол дүние үшін жүрміз. Жақсы көргенде де қатты жақсы көреміз. Хуббанша дейді. Бәрімізді аяғым таңертең ұйқыдан тұрғызып, үйден шығарып жатқан дүние ғой. Дүние жақсы көрмесең тұрасың ба сен? Бір жерге барасың ба сен? Сол дүниенің соңында ғой жүргеніміз бәріміздің. Оны жазғырмайды Құранда Алла Тағала. Жақсы көрме, дүниеге деген махаббат қойма деп айтпайды. Тек жаңағы сенің Аллаға деген махаббатыңнан асып кетпеу керек. Дәл сол сияқты сен әке-шешеңді, ата-анаң, жаңағы әйеліңді, балаңды жақсы көруің, ол да Аллаға деген махаббаттан асып. Сен солар үшін Алланың айтқанынан аттап кетпеуің керек. Сол нәрселер ғой екінші мағынасы да. Осымен осы сұрақты былай жаймен жауап қойсақ болатын сияқты. Түсінікті болды ма соны сұрайық? Ішінде түсінбей қалған жерлер жоқ па? Бәрі түсінікті ма? Иә. Келесі. Махаббат жайы ешкімде ештеңе жоқ па? Жақсы көретін ата-ана үшін, енді қарындас, жақсы көретін ата-ана үшін, оларды намазға келу үшін дұғадан басқа қандай әрекет жасау керек? Аллаға дұға жасайсың, оларға. Одан басқа қандай әрекет жасау керек? Олардың иманға келуіне. Сұрақ бізге Астана қаласынан келіп түсті. Редакциямызға. Абылай, бисмилля. Қатты ауыр болса, қалдай қарап тұрамыз. Жеңілдік өзін неғыла беремін, бер жағын. Бір керемет кітап бар. Бір заманымызда ғалым жазып шыққан ғой. Сол жерде Әл-Фәннул Хитаб вал-Илқа деген кітап қой, яғни дұрыс дағуат жасау, дұрыс жүргізу деген секілді кітап енді. Сол жерде бір сөз келтіреді да, қысқа нұсқа жазып жүрген. Хойру даина ман даа би афалихи қабла ақуалихи дейді. Ане.
ең жақсы дағуатшы, яғни ең жақсы біреудің намазға келуін қалаған, біреудің осындай дінге келуін қалаған адам, ол бірінші ісімен дағуат қылған адам дейді, сөздерінен бұрын. Яғни мен мысалы қарындасым жақсы көремін, оның намазға келгенін қалаймын, бірақ та мен оған қарындасым намазға кел деп айтқаннан бұрын мен іс жүзінде өзімнің мұсылман деген аса кір келтірмей өзімнің жақсы адам болып өзгергенімді, жақсылық жасап жатқанымды, оны маған тәнті болатындай қасиеттермен мен жақсы амал жасап жүрсем, бұл іс қимылмен дағуат жасау деп аталады, яғни іс қимылмен жақсылық жеткізу деп айтылады. Яғни ең жақсы дағуатшы, ең жақсы жақсылыққа шақырушы адам бұл сөздерінен бұрын істерімен шақыратын адам дейді. Бұл түптің түбінде бір жемісі болады. Үндемейтін уағызшы бол деп тұр ғой. Үндемейтін уағызшы. Келіп алып жаңағыдай анауың харам, мынауың сен қалай сендер Құдай құлшылық қылмайсыңдар, олар тиісе беріп керек емес деп жатыр. Сыртынан дұға қыла бересіз и жаңағыдай сіз кәдімгідей шынайы мұсылманның кескін келбетін көрсетесіз. Сол кезде ол өзі қызығу керек деп жатыр ғой. Қалай бұл деп ше? Сен ұстанып жүрген нәрсе қалай деп сахабалардан солай сұрайтын болған негізі. Сахабаларды көрген адамдар бар ғой, діннен безбеген ешқашан. Не алмай қой. Бізді көрген адам сен сияқты жүргенше дейді ғой. Бар осындай әңгіме бар қоғамда. Тура сен сияқты болғанша оқымай-ақ өткенім абзал дейді. Бармай-ақ та қойғам дейді сол мешіттің ше. Көрдіңіз ба? Дін таза, әдемі, бірақ оны ұстанушылар біздер не істеп жатырмыз? Сол ластап қойып жатырмыз арасында. Енді ол пенделігіміз бар, енді ешкім періште емес. Бірақ айналып келген кезде бағанағы уәдеңізді бердіңіз ба? Уәдеде тұру керек. Менің ағам машалла. Бұл не нәрсе менің ағамды өзгертіп жатқан деп, ол өзі сізге интерес уәде ету керек дейді ғой. Дұрыс айттым ба құрдас? Дұрыс. Соңға жалпы не қылсайшы өзің? Бұл енді біз мешітке барып жүргеннен кейін, намаз оқып, умра, қажылыққа барып былайша айтқан кезде діни мына рәсімдерді бойымыздан көрсетіп жүргеннен кейін бізге деген жауапкершілік, аманат көбірек жүктеледі да. Мынау баяғыда Ясир деген ұстазымыз болды Нұр Мүбаракта. Сонымен осындай Казгудың студенттерімен осылай кездесіп отырған кезде мен аударып беріп отырдым сұрақтарын. Сол кезде бір бала сұрады да, ұстаз, арабтарда темекі шегеді ғой, ол қалай деп ше? Сонда сен мысалға темекі шексең белгілі бір күнә аласың ғой. Дәл сол темекіні араб шексе 2 есе күнә алады дейді да ол. Дәл сол күнәнің 2 есесін алады дейді. Неге? Өйткені оған жаңағы сен сияқтылар көп қой. О, арабтар да істейді ғой, намаз оқитындар да істеп жүрген жоқ па? Қажылар да жүр ғой деген сияқты нәрселер болады ғой. Сен өйткені сен исламның былайша айтқан кезде өкілі болып жүрсің да өзіңнің ортаңда. Егер сөйтіп жүріп сен бір күнәні істесең, басқаларға бір күнә жазылса, саған 2 күнә жазылады. Неге деген кезде Құрандағы мына аятты келтірді Ақсап сүресінде: "Ей пайғамбардың әйелдері, сендерден кімде-кім ашық арсыздық істесе, ашық күнә жасаса, оның азабы 2 есеге көбейтіледі" деді. Алла Тағала пайғамбардың әйелдеріне айтып жатыр. Неге? Өйткені ол пайғамбардың әйелі ғой. Қой, пайғамбардың әйелі істеп жатыр ғой. Оның қасында мен кіммін? Бізге не ол? Біз күнәшік деген әңгімелер содан шығады да. Бір рет медресе қонса кетеді дейтін ба? Иә. Сондықтан біз исламды представлять етіп жүргеннен кейін бізге өте сақ жүрген дұрыс. Әрбір іс-әрекетіміз, әрбір қадамымызды, әйтпесе шын жаңағы Нұрсұлтан Сыртан айтып жатқан нәрселер көп. Ой, қойшы, соны кеше үйге лақтырды, бізді ақшаға лақтырды, бүйтті, сөйтті, қанша адам ақшасын жинап алды деп, кеше тревелдер, бірдеңелер көп қой, енді неше түрлі айналасын айта берсек. Солай. Жаңа кім еді қол көтерген келесі? Біз көріп отқан жоқпыз. Сұрақ не ма? Қанағаттаналық қой. Бірақ енді бірінші очередь дұға бәрібір. Өйткені дұға теріс айналдырады ғой любой нәрсені. Басқаларға кезек берейік. Абу Хурайраның радиаллаху анасын дұға солай не қылған. Хау. Давай, брат. Өздеріңіз қолға көтердіңіздер ғой сол жаңағы іш пен сыртты бірге байыту деген соның қандай жолдар? Сен біз қозғаған нәрсені айтпа. Қозмаған. Қозғағанда толықтай оны қозғаған жоқсыздар ғой. Шетінен басқа. Іш пен сыртың бірдей болсын дей ма? Соны лайфхактар жаңағыдай дүние мен ішіңді бірге байыту деген. Иман мен дүниені бірге ұстау. Міне. Иман мен дүниені бірге ұстау. Міне, ризық кілттері. Иман мен дүниені бірге ұстау. Екеуі бір жүрекке сыя ма? Жүректі 4-ке бөлу керек дейміз. Ал Абылай ұстасын тыңдайық, кітаптың авторы. Жоқ, енді жаңа мысал келтіріп жатырмын, бір ғалымның сөзі ғой онда. Мысалға деп қайталап айтайын, мысалға дейді да, бізде күніне 1440 минут бар дейді енді. 24 сағат қой. Сол 1440 минуттың әрекеті 40 минуты біздің 5 уақыт намазымыз, зікіріміздің уақыт алатын уақыты. Қалған 1400 минут ол біздің дүниелік шаруаға кетеді дейді, дүниелік істерің, дүниелік жаңа жүгіріп жүрген, шапқылап жүрген істеріңе кетеді дейді. Сен сөйте тұра дүние мен ақыретті тең ұстау керек деген әңгіме айтып қоясың дейді. Бұл жалпы қалай айтсақ болады, біз дүние мен ақыретті тең ұстауға тырысып өтеміз, өмір бойы тырысып өтуіміз керек, бірақ оған жете аламыз деп айту өте қиын. Өйткені не де келеді ғой, лихуббил хайри лашадид жаңа аят келтіріп отыр ғой. Ол адам баласы бәрібір де дүниені қаттырақ жақсы көріп тұрады да. Ода ол нәрсе бар. Дүние деген сөздің өзі де сол дана деген сөзден шыққан. Жақын деген сөз ғой. Ең жақын нәрсе ғой адамға араб тілінде. Ең жақын нәрсені дана дүния деп айтады. Яғни адам үшін ең жақын нәрсе ол дүние. Бірақ Қысқасы Абылайдың айтып отырғаны былай ғой. Жаңағы тең ұстау деген әңгіме, ол анау үйін, бала шағасын, әйелін бәрін ұмытып кетіп, құлшылыққа бүкіл жан тәнімен кіріп кеткен Абу Дарда деген сияқты сахабаға айтылған әңгіме ғой.
ей Абу Дарда, сенің бойыңда нәпсіңнің де хақысы бар, отбасыңның да хақысы бар, соны да беріп қой арасында деп соған айтып жатыр. Ол ұмытып кетті дүние деген нәрсе бар екенін. Соған айтып жатыр да. Ал бізге ол сен барынша мына жағын құлшылық жағын баса бер, сол кезде шамалы теңесіп қалатын шығар, немесе соның жартысына жетіп қалатын шығар деген әңгіме ғой. Бізге әзір ондай қауіп жоқ. Дүниенің ақыреттің дүниеден асып кетіп, жаңағыдай баланс ұстай алмай қалып, тепе-теңдік жаңағы дүние қалып кетіп, о жағынан қорықпа. Ешқашан бізге ондай не жоқ. Қауіп жоқ. Как всегда бірінші орында дейді иә. Ол бірінші планын орындап тастайды ғой дүниенің, сосын барып қалғаны осы ақыретке. Жалпы адамның өмірінде қағидалар болса, өмір сүру жеңіл болады негізі. Қалай қағида? Мал дүние ол бізде шариғатта үш күшті қағида бар. Бұл ләйсәтел ғая дейді. Бұл негізгі адамның жетуі керек болған нәрсесі емес дейді. Мал дүние деген нәрсе бар ғой. Бәлил васила дейді. Бұл тек қана Құдайдың разылығына алып баратын бір ғана құрал дейді болды. Мал дүние деген нәрсе бар ғой. Бұл көзіңді шел басқанша жинау деген нәрсе емес ол. Өмірдегі біздің миссиямыз да ол емес негізінде. Сол мал дүние арқылы қайқа жетіп апару, Алланың разылығының жолына апару. Десе қалай ол? Ана кімнің сөзі бар ғой? Біз осы Фудайл ибн Аят деген үлкен ғалым әулие кісілердің бір сөзі бар. Енді ол кісіге де көп қояды, сол сұрақ кітапта жазып кеттім. Мысалға ол сұрақ табиғиндердің заманында да, біздің заманымызда да әлі хит сұрақ қой. Бай болған дұрыс па, кедей болған дұрыс па деген сұрақ. Сол кезде керемет нүктесін қояды да. Жаңа дүние мен қалай айтсам болады, байлық мен кедейліктің жаңа айтады ғой. Афдолухума атуахума лилля дейді. Яғни байлық пен кедейліктің ең жақсысы Аллаға ең бағынышты болған дейді. Мысалға сен бай кезіңде, қалай айтсам болады, бай емес, кәдімгідей жағдайың жақсы кезіңде Аллаға көбірек жақын болатын болсаң, бәрі өз орнында, жұмысың жүріп жатыр, кәсібің жүріп жатыр, 5 уақыт намазың мешітте, барлығы идеальны. Сен үшін онда байлық қайырлы дейді, ол ешқандай сөз жоқ, күмән да жоқ. Ал егер де сен сәл пәл ақша түсіп, бір жағдайыңды көтеріп алған кезде сәл уайым болады, оны қайқа жинаймын, оны қалай сақтаймын деген мәселелермен намаздарында бірте-бірте қалып жатса, сенің бұрынғы халің ондай бай болған емес, қарапайым болған халің саған әлдеқайда қайырлырақ дейді. Сол өзін зерттеп қара дейді. Қайсысы саған қайырлы, қайсысы Аллаға көбірек бағынышты? Сол Ана бір сөз бар ғой, сен айттың ба, кім айтты оны? Қалтаңа көп мөлшерде ақша түскен кезде дейді, ойыңа бірінші арамдық келетін болса, онда саған байлық қайырсыз болып тұрғаны дейді да. Иә. Қалай, әдемі ма? Көп ақша түскен кезде ойыңа бірінші арамдық немесе харам нәрсе келетін болса ойыңа, онда сен үшін ақшаң аздау болып жүрген кез қайырлы дейді да. Ана күнәлардан тосып тұрады дейді. Ал енді жаңағыдай ойыңа жақсы игі күшті бастамалар келіп жатса, онда сен үшін дүниенің болғаны жақсы дейді. Мынау нүктесі болды құрдас. Потолок ба? Сен егер ниетіңді, дүниеге қатысты, байлыққа қатысты ниетіңді түземесең, пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде келеді. Сен тіпті сол байлыққа жетпесең де, ол ақшаның бір тиыны келіп қолыңа түспесе де, сен ана күнәларды бәрі арқалайсың. Жаңа 4 адам мысалын келтіреді ғой пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бір адам бар, ол бай, дүние берілген, ол оны Алланың жолында жұмсайды. Яғни өзінің адал табады, адал нәпақасын отбасына тауып береді, жұмсайды, жаңағы зекетін, садақасын береді. Енді күнә харамға жұмсамайды да енді. Өзінің тек адал жолмен жұмсайды. Ол Алланың алдында биік деңгейде дәрежеде болады дейді. Екінші біреу, қолында көк тиыны жоқ, бірақ ниеті анау сияқты мен де істер едім деген ниеті бар. Егер менің қолыма ақша бітіп жатса, дәл мынаның өмір сүру салтын мен ұстанамын. Дәл солай жақсы өмір сүремін дейді ғой. Ол да сонымен бірге теңестіріледі дейді. Қара, әлі бір тиын тапқан жоқ, бір тиын жұмсаған жоқ. Просто ниет бар. Ниеті не бола, ол уже біліп тұр, дүниемен дұрыс қарым-қатынасты біліп тұр ол. Қолына бере қойсаң, дәл солай не істеп кету керек екенін ары қарай біліп тұр ол. Қазір мысалға нелерде кейбір передачалар сұрақ қойып жатады ғой. Қазір саған аяқ астынан $1 миллион қолыңа түссе, не істейсің деген кезде сұрағын жауабын да білмей жатыр ғой. Не істейтінін білмей жатыр ғой ақшаны. Ми айналып қалады ма? Көрдіңіз ба? Ол дайын емес та. Сол сияқты дайын жүр, қолына түскен бойдан сат өзінің жолы бар қоя қояды. Сол үшін, ниеті мен білімі үшін ол анамен теңестіріледі. Ал екінші бір тип бар. Ол дәл сондай дүние байлыққа еге, бірақ оны күнәға, харамға, ысырапқа былай да былай шашып жатыр ғой былай айтқан кезде. Ол Алланың алдында ең төменгі дәрежеде болады. Бұл үшінші топ, иә? Бұл үшінші. Ал енді соған қызығатын тағы біреу бар ғой. Төртінші топ. Төртіншісі. Оның қолында көк тиыны жоқ, бірақ бола қалса мен дәл андай боламын дейді. Дәл солай оң солды шашып, күнә харам белшесінен батып жүремін. Енді сол ниетімен пиғылы үшін, сол жаңа дүниеге деген сондай көзқарасы, қарым-қатынасы үшін анамен теңестіріледі дейді. Ананың мінген яхтасына, үстінде жасаған зинасына ешқайсысына қатысы жоқ бұның бейшараның. Оның бірте-бір жаңа ішкен жаңағы шарабының әлі дәмін тілінде тигізген жоқ ол. Бірақ дәл соның күнәсін көтеріп, дәл соның деңгейіне түсіп кетті Алланың алдында. Не үшін? Ниет пиғылы үшін. Сондықтан ол сен қолыңда бар бола ма, жоқ бола ма, сен қай кезде де онымен өзіңнің ара шекараңды қойып қоюың керексің, білуің керексің. Не ол және не үшін керек, мен оны не істеймін деген нәрселер адамда бәрібір болу керек. Ол зекет берсең де, бермесең де, сен зекет туралы білімің болу керек. Дүниең жоқ, бар болса да, жоқ болса да, сен дүниеге қандай қарым-қатынас жасайтыныңды білуің керексің да. Сөзін тауып кетеді. Дүние деген жалғанға, ей адамзат, алданба. Сені тастап қашанда көрге жақын барғанда деген сол. Алла. Дүниені іздесең, мақсат етіп көздесең,
көкіректі мұң басып адасасың лездесен дейді. ойпырым аға. Осындай арасында келеді бір шабыттар бар. Бірақ біреудің өлеңі бұлай менікі емес. Сосын көрермендер айтып қойып еді, анау ай емес деп ше, ешкім. Келесі сұрақ. Сұрақтың жауабы түсінікті болды ма? Баласы бар кісіге қояйық. Баласы бар дейді. Без очередь давай. Ұлы отан соғысы ардагерлері, баласы барлар без очередь сұрақ қояды. Менің қолыма дүние туралы айтылып жатыр ғой. Сол менің қолыма бір ақша түскен, сол умраға баратын. Мен өзім барғым келіп тұр, бірақ мен өзімнің барғанымнан сол басқа бір ұстазыма жіберуді маған сол маған қатты ләззат сыйлап тұр да. Сол қайсысы қайырлы, мен баруым ба или ананы жіберу ба? Немесе менің орным, мен машина алғым келді бір ұстаз жаяу жүрмін, ұстаз тағы бір мұсылман жаяу жүр. Мен өзімнен қараған соған берейін деп бердім да. Соның қайсысы қайырлы? Өзім үшін алғаным ба? Или ана мұсылман үшін тағы бір үшін істеген жақсы па? Сол ақшаға. Жақсы, әдемі сұрақ негізі. Сізге қойылып тұр ғой. Жоқ, мен қақтан білмеймін. Не істейсіңдер? Уәләу кәне бегім. Онда Білмеймін, қисаң басып толдың. Қалай еді, қайсы есі? Ана ансарлар менің Мына қисам. жерде реклама жіберсей. Өздері қиналып тұрса да ана кімдерге мұғалжерлерге. Иә, жақсы көрінеді. Енді ол бұл жерде бұл басқа Екі нәрсе айтып тұр ғой. Бірі дүние, бірі ғибадат. Сіздің айтып тұрғаныңыз аға, бірі ғибадат, екіншісі дүние да. Көрдіңіз бе? Дүние туралы мақтағаны бар. Дүние туралы мәселенің жауабы бар. Иә. Оның жауабын тауып қойдық. Умраңға мен айтып беремін. Ол үшін біз төмендегі подробныйды басасыз. Белгілі мөлшерде бір сумма бар, соны төлеп. Біздің индивидуальный сабаққа қатысасыз. Мен дүние туралысын айтып берейін, ақыр дүние болып кетті ғой бүгін тақырып. Дүние мәселесінде жаңағы нәрсенің проблема жоқ. Өзіңізден артық көріп, сол кісіні игі деп санасаңыз, осы кісі менен гөрі жақсы жолдарға пайдаланады ғой деп санасаңыз, и соны санап тұрған кезде кейін бергеннен кейін өкінбейтін болсаңыз, ай атаң ауыз бекер беріппін дейтін болсаңыз, онда ол болмайды. Ал енді оны өзіңізден де артық жақсы көріп беретін болсаңыз, онда ол жақсы сипат деп есептейді. Өйткені Алла Құран кәрімде Хашр сүресінде былай, Хашр сүресінде баяндайды ансарлардың сипаттарын. Олар дейді, елдерінен отанын үйін тастап келген меккеліктерді айтып жатыр. Мұхажирлер үшін дейді, бар нәрсесін берді, олар өздерінен де оларды қатты жақсы көретін еді дейді. Өздері күшті өмір сүріп жатқан жоқ. Бірақ не? Үйінің жартысын бөліп беремін деген ғой. Ол кездегі үйлердің несін қарасаңыздар, проектісін 7-де 4, 7-де 8 сондай да үйлер. Қазіргідей 14-де 19, 300 квадрат метр деген үйлер санаулы ол. Соның жартысын беріп жатыр ғой. Көрдіңіз бе? Оның жартысын беру оңай емес. Бірақ соны Алла үшін деп не істеп жатыр? Жақсы көргендікте мұсылман бауырын өзіне қалағанды өзге біреуге мұсылманға қаламайынша толық иман келтірген болмайсыңдар деді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сондықтан ол дүние мәселесінде ешқандай проблема жоқ деп. Жоқ деп соңғы шешімді құрдас айтты. Умра мәселесінде, құлшылық мәселесінде ол міне айтайын деп жатыр. Мұқият. Бұл енді ғибадат болғаннан кейін бұған ғалымдар басқаша қарайды. Біреулер онда тұрған ештеңе жоқ дейді. Жолыңды бер, орныңды бер, ешқандай проблема жоқ. Ал кейбір ғалымдар, соның ішінде имам Ахмад ибн Хамбал, біз білетін үлкен әйгілі 4 мазхабтың біреуінің негізін қалаушы. Ол айтады, мысалға мына нәрсені келтіреді. Біреу намазға келді, бірінші сапқа отырып алды. Ертерек келдің де өзің тиесілі орныңды алдың. Сосын әбден қамат айтылды, намаз басталып жатқан кезде артынан біреуді көріп қалдың да, танысың ба, немесе үлкен кісі ма дегендей. Сөйтіп, келіңіз менің орныма тұрыңыз деп, алдыңғы саптағы орынды оған беріп өзің артқа шегініп бара жатсаң, мен оны макрух санаймын дейді имам Ахмад айтады. Макрух санаймын. Неге? Өйткені ол анау бірінші саптың артықшылығына, оның ар жағында сауабына, оның ар жағында Алланың беретін жәннатына қызықпай тұр. Біреуге ала сал, бере салып тұр да. Ол дұрыс емес дейді. Түсінікті ғой? Сонда ғибадат мәселесінде өзін алдына қойған абзал ғой. Бірінші өзінің басын, өзінің жанын құтқару деген сияқты нәрсе ғой. Ал сосын дүние мәселесінде енді исар жасай берсе болады деген. Бірақ ол да қатпаған нәрсе емес, просто сондай көзқарас бар деп жатқам ғой. Ол жағында да негізі айналып келгенде проблема жоқ десек те қателеспейміз. Өзің иман дәрежең шешеді дейді да, иә? Иман дәрежең шешеді. Иә, ол да жоқ. Ол бір әдеп, жақсы нәрсе ғой, бірақ енді жаңағы нәрсені айтып жатыр да имам. Тек ниетінде қызықпау деген нәрсе болмаса болды ғой. Біреулерге беріп жатсам, не істемей мынаны деген нәрсе болады ғой. Енді мына жаңбыр күшейіп кетпей соңғы бір сұрақ иә, соңғы 1-2 сұраққа не қылайық, сонымен жаңбыр жауып жатыр, бізге де оңай емес, арқадан ұрып жатыр, жерде жылап отыр дейді екен. Ай, сіз бір рет қойдыңыз. Жамағаттар естіп жүр, пайғамбарымыз көрсеткісін деді. Енді сол, енді дін орталығын бітірмеген, бірақ пайғамбар жиі көреді. Ненің құрметінен деймін да осы мәселеде, осыны. Көп сармандайды пайғамбарымызға Алланың елшісін жақсы көрсем деп. Жауап бар ше негізі. Олар пайғамбарымызды осылай көрген деген кітап бар, соның ішінде бар жауабы. Кітап сатайын да қарап отырғанша менде. Соның ішінде бар жауабы. Кәдімгі айтып тастасам кітапты оқымайсыздар да просто. Жалпы бұл біреудің пайғамбарымызды көруі, көрмеуі, оның Алланың алдында абзал еместігі екендігін білдірмейді.
түсіндіңіздер ғой? Бұны біз айтқанбыз өткен подкасттарда негізі. Ол күнде көре ма, әлде 2 күнде бір көре ма? Кейін тағы жаңағыдай, енді көріп жатсыздар ғой, неше түрлі нәрсе болып жатыр ғой. 25 рет көрдім, 30 рет көрдім дегендер не істеп жатқанын көріп жатсыздар. Көрдіңіздер ме? Түсте де өтірік айту, өзін адамдардың ішінде құрметті санату үшін, сөзін өткізу үшін өтірік түстерді ойдан тоқу, бұл өтірікшілердің өтірікшісі болады. Түсіндіңіздер ғой? Таза өтірікші түспен алдайтын адам болады. Ал егер таза көріп жатса что? Біз оны растай алмаймыз да, и өтірікке де шығара алмаймыз да. Онымен бірге көрген жоқпыз ғой. Өйткені оның қасында жатқан адамды көре алмайды екен ғой. Оны ұстағанмен де көре алмайды, өтпейді ол, через не өтпейді. Өзі көреді оны. Сосын мынандай бір нәрсе бар. Хуснул хатима деген амал бар. Сен амал жасап келе жатсың. Сен соң сол амалмен біте ма, жоқ па? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады ғой, бір адамдар болады, жәннаттықтардың амалын жасап келіп, жәннатқа бір шынтақ қалған кезде тозақтықтың амалын жасайды да тозаққа кетеді дейді. Енді біреулер болады, тозақтықтардың амалын жасап келіп, тозаққа бір шынтақ, бір қадам ғой, бір қадам қалған кезде жәннаттықтардың амалын жасайды да жәннатқа кетіп кетеді. Сондықтан қазір сенің пайғамбарды 100 рет көруің, қазір сенің умраға, қажылыққа 100 рет баруың, қазір сен тахаджудты қаза қылмай, тақуалардың тақуасы болып жүруің саған гарантия емес. Ол сенің ақырың солай болатынына кепілдік жоқ, кепілдік емес ол. Сен қай кезде бір адамға солай айта аласың, ол сол жолда, сол деммен, сол күймен өтіп кетсе, соңына дейін солай жүрсе, сол кезде барып айта аласың. Әйтпесе пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның қасында уахи жазып жүріп, қараңыз, уахи жазушы сахабалардың бірінің қатарында болып, өз санаулы сахаба, біреулер оны 9 сахаба дейді, біреулер енді 30-ға дейін апарады. Қалай болғанда да бір 15-тен аспайды енді, 15 сахаба уахи жазу деген абыройға, мәртебеге ие болғанда, солардың ішіне кіріп тұрған біреу болған ғой. Уахи жазып берген пайғамбар саллаллаху уахи болғанда енді Жәбірейіл періште алып түседі. Бағана айтқанымыздай ғой, пайғамбар саллаллаху алейхи жазу білетін сахабасын шақырады да, давай түсір хатқа. Сол жерде хатқа түсірткізеді оны. Сөйтіп жазып алып қалған ғой. Соны істеп жүрген, Бақара мен Али Имран сүресін жаттап алған сахабалардың қатарында жүріп, діннен шығып кетеді де қайтадан баяғы насранилердің арасына қосылып, ой, дымда жоқ, бармай ақ қойыңдар. Мен үйреткен 2 сүреден басқа ештеңе білмейді Мұхаммед деген әңгіме айтады ғой. Сол мен үйретіп беріп кеткен Бақара мен Али Имран ғой ол. Оның несіне қызығасыңдар деген әңгіме айтады. Кейін Анас ибн Малик оның пайғамбар саллаллаху естіген кезде ашуланып, оны жер қабылдамайды деп, басқа бір риуаятта жер қабылдамасын деп айтқан туралы келеді. Одан кейін шынымен де ана кісі өлгеннен кейін сол өздерінің қорымдарына жерлеген кезде азында келсе жер шығарып тастайды. Одан да терең қылып жерлейді, азында келсе жер шығарып тастайды. Одан да терең қылып мынау Мұхаммед жақтастар істеп жатыр деп көмсе тағы да шығарып тастайды. Енді әбден көздері жетеді ғой бұл адамның қолының істемес екенін. Сосын алғанда қорымның мына қарсы бетіне лақтырып тастаған. Өзінің туысқандары. Пайдасы жоқ та енді. Ары қарай не істейді, не шара. Сөйтіп лақтырып тастаған. Соны адамдар өткен кеткен кезде көретін болған. Ана алдындағы кім ғой? Келіп бізге өстім, бүйттім деп Мұхаммедке сөйттім деп айтып жүрген анау кім ғой деп үлгі сабақ ретінде көрсетіп жүретін болған. Көрдіңіз ба? Уахи жазған, бірде біреуміз уахи жазған жоқпыз бұл жерде. Бақара Али Имран жаттаған. Қазір Құран бүтін түгел болса да әлі мына жерде кемдеген Бақара Али Имран жаттағандарымыз. Сөйтіп тұрып андай не болып кетті, өмірінің соңы ақыры. Сондықтан қазіргі уақытта ешкім өзіне келген кезде алданбау керек та. Мен пайғамбарды көріп жүрмін, мен Құран жаттап жүрмін, мен медреседен шықпай жүрмін, мешіттен қалмай жүрмін, қажылықтан қалмай жүрмін деген нәрселердің барлығы саған ешқандай кепілдік емес. Хуснул хатима. Сен соң немен бітеді соған байланысты. Ақырғы дем шешім. Үміт болады, және сол хидаяттың жолында жұмыс жасау керек. Болды, мен тура жолда екенмін деп өзін тастап қоюға да болмайды. Көрдіңіз ба? Енді ол жүректің дерттері. Жүректің дерті, құрметті ағайындар, мен осы жерде бір дегенді неғып кетейін. Жүректің дерті бар ғой адамның ішінде жинап жүрген. Оны сен кейбір кезде араласып жүрген кезде білмеуің мүмкін. Бірақ жүректің шынайы бетпердесіндегі дерті, ауруы адам дүниеден өтетін кезде шығады. Жүрек ішінде шынайы не нәрсе бар, соны өмірден өтетін кезде шығарып береді саған. Ішіңде күпірлікті толтырып алғансың, бірақ мұсылман кейпінде жүрсің да, ораза ұстағандармен ораза ұстап, намаз оқығандармен намаз ұстап, бірақ ішіңе Құдайға ренішке, күпірлікке толып қалған. Сол күпірлігің, ренішің ақырғы деміңде шығарады сол нәрсе. Көрдіңіз ба? Сондықтан жаңағы түстен үкім де алынбайды, бұл біздің арамыздағы тақуамыз деп те айтуға болмайды оны. Көрдіңіз ба? Тақуалық деген нәрсені біреуге таңу бұл қате болады. Мынау біздің тақуамыз деп, әркімнің тақуалығы өзінің Алламен байланысында жатыр. Сен оның сыртына қарап, мынау тақуа екен деп айта алмайсың. Сүмірейіп жүріп, ұзын шапан киіп алып, жаздың күні мәсі киіп алып, басына дәу сәлде киіп алып кетіп жатыр. Міне айта алмайсың оны. Оның ішінде не бар екен білмейсің өйткені. Бағана айтты ғой, ешбір мал дүние де көмектеспейді, бала шаға да көмектеспейді, құлшылықтарың да көмектеспейді. Егер де жүрек сау болмаса деп. Аятта айтты ғой, яума ла янфау малу ва ла бан. Ол күні мал да, бала шағалар да пайда бермейді. Илля ман аталлаха биқалбин салим. Кім Аллаға сау жүрекпен келсе, сол жүрек қана пайда береді дейді. Сондықтан жаңағыдай
түстерді көрдім, бірдеңені көрдім. Бұндай тарихта оқиғалар өте көп. Ағраб сүресіндегі анау жаңағы Алланың рахымынан сытылып шыққан Бәлғам ибн Бағура деген кісінің де қиссасы бар. 12.000 адамға бір сәтте 12.000 шәкіртке сабақ беретін болған дейді Абдулла ибн Аббас айтады. Тауратты ол сияқты білетін заманда адам болмаған дейді. Және ол ешкім білмейтін Алланың бір есім сипатын білген дейді. Сол есім сипатын айтқан кезде оның ешбір дұғасы кейін қарай қайтарылмайтын болған дейді. Соңы не болды? Соңы мүртәт болып күпірліктеу келеді. Өзіне жіберілген пайғамбарға иман келтіріп тұрып, Мұсаға өзі қарама қарсы соғысқа шығады. Зинаны адалдап береді қауымына. Параны адалдап береді қауымына. Міне осылай да. Сондықтан Алла адастырмасын, тек Алла ақырымызды қайырлы қылсын дейміз. Және адастырмаудың бір әдемі жолы, лайфхагы. Бұл Алланың өзі Құранда үйреткен дұғасы. Раббана ла тузиг қулубана бағда из хадайтана иннека антал ваххаб. Бізді тура жолыңа бастағаннан кейін, бұл жолдан біздің табанымызды тайдырмай Алла. Сен сұраушыға берушісің дейді. Пайғамбарымыз тағы да келіп айтып жатыр. Я муқаллибал қулубал абсар, ей жүректерді білуші, көруші. Не дейді? Сәббит қулубана аля диник, біздің жүрегімізді сенің дініңде бекем қыл деп дұға қылады. Бар ғой бұндай дұғалар. Сондықтан мына нәрсені дұрыс емес деп ойлаймын мен құрдас. Мүмкін қателесіп шығар. Анау біреу пайғамбарды көрді екен, көріпті деп оны әкеліп әспеттеп шоу қылып адамдардың алдына шығарып, кәне айтып берші қалай көрдің деп. Тіпті көрген адамның өзі негізі. Енді кітапта жаңа көресіздер ғой, оқисыздар. Көрген адамның өзі айтпаған жақсы. Барып мен пайғамбарды көрдім деп жарияға жар салып. Өзінің ішінде қалу керек. Оны қазір біреуге айтады. Сосын біреулер оны үлкен кештерге ой жұпқа түсіп қалады да. Жаңа эйфория дейді ма, жаңа өз-өзіне таңданып, ой, мен ешкім көрмеген екен ғой. Қазақстанда бірінші екен ғой мен деген сияқты нәрсе. Единственный 26 рет көрген мен екен ғой. Сондай нәрсе. Естіп жүрсіңдер сендер бәрің. Пайғамбарды бір рет көрмей деген сияқты ғой, иә. Бұл тағажүбке апарады. Бұның арты тәкаппарлыққа апарады, сонымен лағасын ғой былайша айтқанда. Құдай сақтасын. Бұны біз негізі бұны айтқанбыз. Біз бұны 6-шы аты жоқ подкастта айтқанбыз. Ол түсті жасыру туралы, түсіңді көре алмайтын адамдардың бар екендігі, Юсуп пайғамбардың басына келген бәле түстен болғандығы бәрін айтып тастағанбыз. Просто мынау бір соған қосымша не болды ғой. Иә. Ал дальше, енді Абылайға қатысты бір-екі сұрақ болса. Абылай ұйқысыға бар екен. Деген соңында потолокқа жазатын сөздер айтады, сонымен тоқтаймыз. Абылай сұрақ дейді. Аха. Шөптер неге сары болып кеткен дейді. Абылайға мынандай сұрақтар. Бір хадис естіген едім. Бір кісі балтасын алып, жаңағы кетіп бара жатқан кезде пайғамбарымыз тоқтатады дейді да, сен қайда баратсың дейді. Мен айтады, мен ана неге барып ағашты нетіп, Пайғамбарымыз емес, шайтан деп айта беріңіз. Ібліс қоя тоқтатады. Не ағаш жабайын тоқтатқан кімде? Давай жаңа ширк қосатын ағаш қоя. Жоқ, басқа нәрсе. Сен қай жаққа барасың деген, мен ағаш жарып, соны алып базарға барып сатып бала шағамды тамақтандырайын деген ниетпен. Жоқ. Сол кезде пайғамбарымыз айтады, 2 ракат бірінші намаз оқы дейді, сосын барып тірлігіңді істе дейді. То есть бұл дүниеге яқин мәселесіне қатысты да. Бірінші 2 ракат намазыңды оқы дейді, сосын барып тірлігіңді істе деп жатқаны. Соны қалай толығырақ түсіндіріп берсеңіз. Бұл хадисті оқыдыңыз ғой сіз, иә? Естігем. Мүмкін оққан шығар, просто бұрын сол нәрсені әлі күнге дейін ойланамын да. Естігенсіз ба бұл хадисті құрдас? Жоқ, сіздер айта беріңіз. Мен қосыламын ғой. Жоқ, саған қатысты сұрақ қой. Жаңа дүние табуға бара жатқан кезде, 2 ракат намаз мысалы күнделікті жұмысқа бара жатқан кезде бірінші ракат намаз оқы, сосын барып жұмысыңа бар деген сияқты ғой. Иә, түсіндім. Яқин мәселесі ғой, бұл хадисті енді дұрыс нақты білмедім, естімедім, оқымадым. Бірақ та мынандай мәселе бар да, таныс жігіттер бар, кәсіпкер жігіттер. Солар айтады, мысалға алғашқы қалай айтсам болады бір 10 миллион, 50 миллион, 100 миллион теңге табу былайша айтқан кезде өзіме оңай болды деп айтады да кейбірі. Бірақ одан кейінгі 100 миллион, 200 миллиондар бірден провалға ұшырап кетті дейді, яғни форс-мажор дейді ғой. Ақша сол күйге кетіп қалды дейді. Өзім былай бір айтып жатқан ғой, өзім былай ойланып қарасам дейді да. Алғашқы миллиондарын таппастан бұрын мен қандай едім дейді мысалға. Аллаға тақуа құл едім, бүкіл тәуекелімді жасайтын, басқа амалдарымды жасайтын, бірақ та ақша көбейе берген сәтте мен бұрынғыдай тәуекел етпеймін дейді да. Өйткені менде ақша тұр запаста. Сен ғой маған дейді ғой. Иә, ақша табу деген маған сияқты деген санаймын. Жоқ, сондай айтады да. Ол тәуекелім азая бастады. Менде шотымда тағы 100-200 миллион теңге болғаннан кейін мен не болады дейсің әрі кетсе. Ауырам, емделе салам, болмай қалады, алла салам деген секілді бұрынғыдай Аллаға деген бүкіл тәуекелін арнаған емес, сол ақшасына тәуекелін байлап қойған адам болып кетіппін дейді. Бұған өзімнің көзім жетті дейді. Яғни бұл жерде айтқым келіп тұрған нәрсе, бізде көбінесе сол алғашқы ақшасын тапқан кезде бәрі тақуа болып табады да. Күшті кәдімгі бүкіл себептерін жасап, амал жасап, бірақ одан кейінгі ситуацияларында жаңағындай 2 ракат намаз оқу, қайтадан Аллаға тәуекел ету деген сияқты нәрселер болмай қалады. Бізде бір үлкен ғалым айтқан еді. Кейде дейді, Алла тағала құлын сондай бір ситуацияға түсіреді дейді. Сен ана бір ситуацияда сені Алладан басқа ешкім шығармайтын 100% сенімді боласың дейді. Қазірден егер дейді, сен ақшаң сол мәселеден шығара алады, сенің көкең, ағаң, бір танысың, жоғары жақта біреу мені любой проблемадан шығара алады деген сенімің болса, күт дейді. Күндердің күнінде олардың бәрі теріс айналып,
алладан басқаға жалбарына алмайтын бір күн туады дейді. Сол себепті сол күнге қазірден өзіңді қасірет қылып жетпеген кезіңде Аллаға жылдамырақ қайт дейді да, яғни ең айтады ғой, ең жақсы адам, ең қайырлы адам Аллаға өлмей тұрып қайтқан адам дейді да, яғни сен пока көзің тірі ма, сенің бүкіл жағдай себептерің болса да, ол бәрібір де 100% тәуекелің Аллаға, яқиның Аллаға болатын болса, оның жемісі де әлдеқайда көп болады. Мен просто айтқым келіп тұрған нәрсе, құлдың сипаты сондай дейді да. Себептері көбейген сайын тәуекел азаяды. Шынымен солай. Ал себептері аз болған сайын тәуекел көбейеді да. Мысалға ол үйінде көктейіні жоқ, отыр, бала шағасы аш, ақша табатын мүмкіндік жоқ та. Ол кезде не істейді ол? Шынымен де Аллаға тәуекел етеді. Алла маған ризық береді, оны өзі уәде етіп қойған дейді. Бірақ сәл пәл ақша тауып жатса, бұрынғыдай Алла ризық береді деген нәрсе жоқ да. Ертең осындай ақшам түседі, мына күні бір нәрсе болады деп, бүкіл өмірін себептерге байлап тастайды да. Сол кезде оның өмірінде қайтадан проблема болады. Сен бұрынғыдай тек Аллаға тәуекел ететін күнің туады деген мәселе ғой бұл жерде. Өте маңызды тақырып қозғалды. Жоқ, ол себептер деген тақырыпқа тағы не істесек болады. Сөйлесе патологты қояды ғой. Жаңа тәуекел мәселесі қызық та, енді қазір енді көп байқап жүрік қой. Ширкке жатпай ма? Соған ол ширк деп айта алмайды негізі. Ол құлдың сипаты деп айтады ғой. Себеп бізде андай ғой. Құлдың яқины сәл нұры әлсіреген сайын ол себептерге көбірек байланады дейді да, мысалға. Мысалға бір әулие құлдар болады. Сахараны ешқандай бір сусыз, тамақсыз кешіп өте алады да өзі. Сахараны, үлкен шөлді. Бар. Ал мен қазір кешіп өтсем мен өліп қаламын. Менде ондай яқин жоқ та тәуекел. Алла береді маған деген секілді. Ол бір сондай болады да. Сенің яқиның артқан сайын сен себептерге өзіңді байламайсың. Ал біз қарапайым құл болғандықтан кейін біз Алла тағала суыңды, тамағыңды алып ал, сен өзің яқин дәрежеңді білесің ғой деген әңгіме ғой бізде. Сондай деңгейде болады да бізде. Мысалы анау неде де келеді ғой. Мысалы сіз айттыңыз ғой, бірінші бұрынғы танымдағы подкастта сахабалардың оқиғасын ше. Сахабалардың саны көп болған кезде жеңіліп қалған дейді. Хунайнда. Саны аз болған кезде ұтқан дейді. Постоянно аз болып отырғанда ше. Өйткені саны аз болған кезде ол количествомен жеңе алмайды, оны біліп тұр, санымен жеңе алмайды. Алла көмектеседі, тәуекелдер мықтырақ болды дейді әлдеқайда. Ал сан көп, жаулардың саны аз болған кезде санға деген бір сенім пайда болады да. Бұрынғыдай Аллаға деген мықты тәуекел сәл азаяды. Сондай бір жеңіледі, иә. Сөйтіп жеңіледі. Бұл әрбір адамның несінде бар мәселе. Жаңағы енді кәсібі әбден набық өзіне опытқа айналып кетеді ғой ол. Жаңағы кетіп барады, жүріп барады, істеп кететін бір сондай бір тәжірибе жиналады да ода. Сосын ол соның өзінің қолына сеніп кетеді. Солға айтып отырған. Түсінікті ғой, иә? Аллаға сену емес, өзіне сену болып кетеді ғой. Значит, жаңағыдай ғой, ризық табуда. Иә, ризық табуда шығып бара жатқан кезде 2 ракат намаз оқуда бұл не жоқ, иә? Тәуекел. Аллаға тәуекел ғой. Соға етіп шығуда. Хадисіңізді білмейміз. Хадисті бірінші естіп отыр. Абылай өте жақсы. Біз білмедік деген сөз ол жоқ деген нәрсе емес. Ол бар болуы мүмкін, ол біздің адамдығымыздан. Сұрақ, жеңіл сұрақ қойыңыздаршы, ақуынта жайлы. Давай. Ауыр тақырыптан бастап. Артық біреуді жақсы көрсеңдер, дүниені соған менен артық жақсы көрсеңдер, сонымен сыналады дейді. Сол затпен, сол адаммен. Сен дүние тақырыптың бәрі сен ғой. Сен соны айта ғой. Дүние тақырып емес қой. Махаббат тақырыбы болып тұр ғой, махаббат. Дүниені, Алладан балаңды мысалға. Жақсы көрсең, егер бір нәрсені немесе біреуді Алладан артық жақсы көрсең, сонымен сыналасың деген нәрсе рас па? Деп тұрсыз ғой, әлде сондай нәрсе бар ма? Не деген сұрақ? Сондай бар дейді. Сол қаншалықты рас деп тұр ғой, Соны Абылай айтады оны. Жоқ, түрлі қылып айтуға болады да. Мына жерде бір нәрсе ойыма түсіп жатыр да. Мысалы енді лингвист ғалымдардың сөзі ғой енді. Араб тілінде қателеспесем бір 50-ге жуық махаббаттың түрі бар дейді да сөз. Жаңа хуб дейді, айшық дейді, ана көп қой сөздер. Сол жерде бізде Аллах деген сөздің түбірі жаңа хамза, алиф, лам және ха деген әріптер болады ғой. Алиха, алуха деп айтады. Сол сөздің тағы бір мағынасы бар дейді да. Яғни бұл жаңағыдай осы әріптен шығатын сөз бұл махаббаттың ең соңғы дәрежесі дейді да. Яғни сен сол үшін барыңды бере алатын дәреже. Яғни бұл жерде айтқым келіп тұрған нәрсе, кейде адамдар сондай Аллаға берілу керек бір махаббатты бір қызға беріп қояды мысалға. Кейбір сопылар бар тарихта болған, Аллаға деген махаббаттан өзін қоярға жер таппай өзін өлтіріп жүргендер бар да мысалға. Оны түсіне алмайсың, сот жоқ қой сопыларға. Оны түсіне алмайсың да. Ал кейбір нелер бар, адамдар бар, қызы тастап кеткен үшін өзін өлтіріп жүреді да. Бұл яғни Аллаға берілу керек болған махаббатты қызына беріп жүрген да. Немесе андай бір оқиға болды кезінде, Америкада үлкен кризис болған кезде 50 компаниясы бар, бір адам бір компаниясы кризиске ұшыраған кезде өзін 50-ші этаждан лақтырып жүрген дейді да. Бұл яғни сол дүниеге бола өзін Аллаға, Құдайға берілу керек махаббатты дүниеге беріп сондай азап кешіп жатыр да, яғни. Махаббаттың орнына ауысқанда азап беруі мүмкін. Ол имам Шафиғи сыналасын деген осы шығар. Соның кесірін көреді. Бірақ ол енді қағида ма ол? Қағида дегенде қалай? Бір мысалы ғой, имам Шафиғидің сөзі бар да, мен тағаллақа бишейин узиба бихи дейді. Кімде кім бір нәрсеге тағаллуқ деген байланып қалса да, тұрса да сол, жатса да сол, ол сонымен азапталады дейді. Сен мысалға 5 уақыт намазында соны ойлап тұрсың, бүкіл жұмысында соны ойлайсың. Болды, байланып қалды сол адамдар тәжірибесінен өткен нәрсе болып тұр ғой. Патолог сол нәрсе да бұл тәжірибеден. Әдемі ма? Жоқ. Значит, бар нәрсе болып тұр ғой. Өмірде бар нәрсе болып тұр. Бұл соңғы сұрақ па? Қойылайын деп жатқан?
қой маған қойма ойбай мен білдіремін. пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жалпы өмірінен түсінетінен қай амалдарына жалпы ұстансақ болады, әйелімізбенен ата анамыздың арасындағы қарым қатынасты реттеуге нақ бекініп ұстайтын қай амалдарды жақсы ұстансақ насихат. Өзің айтшы құрдас. Хай ғой сен бес бала. Сталды. Спринтерге айтылған нәрсе ғой. Болды, менде екі арысқа айтылған нәрсе бар екен. Оны да айтамын. Болды, құрдастың айтатыны бар екен. Мен не істейсіңдер қош? Не айттым мен сол кезде? Дұрыс айтады, қоғамдағы өзекті мәселе дұрыс бауырым. Ажырасып кетіп жатыр. Несіне сұрақ выбор қойып қояды ғой. Либо әке шешең таңда, либо сұрақ көп қояды негізі. Содан еркек Күнде ғана қойылып отыр осы ақшасы. оны рет қалдырса келмейді. Болды, түсінікті. Болды, құрдас. Бір-ақ ауыз ғой, таза деді, болды. Жоқ, бұл шынымен де біз мешітте діни кеңес беру деген нәрсе бар ғой, бізде қазір отбасылық мәселелерде консультация береміз біздер имамдар. Енді оны сол Құраннан, хадистен алып береміз ғой. Мысалы Құранда екеуінің арасында жанжал туса деп кәдімгі соның өзін ашып айтады ғой. Ниса сүресінде ер мен әйел ұрысып қалды. Үйден қуып жіберді, немесе мынау үйден кетіп қалды деген нәрселерді естіп жатасың ғой. Бірақ үндемей отырасың, өздерінің шаруасы өздері білсін. Өздері шешер, апайдық азаматтар деп. Бірақ соның өзінде Ниса сүресінде Құранда Алла Тағала екеуінің арасындағы осы жанжалдың шиқақын екеуін ажыратып жіберетіндей бағыт алып бара жатқанын көрсеңдер, осы что-то ажырасып кетеді ау екеуі деп қорықсаңдар, жігіттің әулетінен отбасынан бір төреші мәселесіне төрелге айтатын, қыздың отбасынан бір төреші жіберіңдер. Сөйтіп екеуі Алладан қорқып, екеуі Алла үшін мына екеуін жарастыру деген ниетімен барса, Алланың кеңдігі кең ғой дейді, Алла кең. Ол екеуі табысады, жарасады дейді. Бұл жерде қарасаңыз, әйел мен ердің арасындағы жанжал, оның бәрі Құранда, хадисте, оның бәрі қозғалған. Оның бәрі шариғаттың талаптарымен реттелген. Бізде енді жаңағыдай ғой, біз постсоветтік үкіметпіз ғой. Біз кеше мына совет идеологиясынан шыққан халықпыз. Бізде әлі армияда дедовщина, бізде әлі көшеде не дейді, түрмеге жіберетін жинайтын. Греб жинау бізде әлі. Гоп-стоп деп айта берсең. Сонымен өмір сүріп келатырмыз ғой, біз әлі сол анау кешегі советтік кезеңде таңылып қалған, сүйегімізге таңба болып қалған нәрселермен біз әлі жүрміз. Сол сияқты мысалға жігіттің де бағана сол екен айтпақшы, шет жағасын айтқанбыз. Жаңағы өзінің ата енесін немесе енесін жақтырмауы, жек көруі, жақсы көрмеуі, о жаққа мүлдем бір андай неприязнь дейді ғой, бір қаламау, бір сондай бір сезімдердің болуы. Ол анау орыстың анау шығатты бір әзіл сықағында да, киносында да теща деп анау бір жау шайтанды айтқандай айтады ғой. Ал бізде қазақта жігіттің 3 жұрты бар дейміз мысалы. Өз жұрты, нағаш жұрты, қайын жұрты. Ол сенің бір жұртың да. Бір дүйім ел, халық сенің жұртың ол. Ол сенің пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларға айтқан кезде, сендер ертең Мысырға барасыңдар. Мысырды аласыңдар, Константинопольді аласыңдар, бәрін айтып кетті ғой. Мысырды алған кезде Мысыр халқына мейірім көрсетіңдер. Өйткені олардың туыстық ақылары бар дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Мария деген әйелі Мысырдан ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қайын жұрты ғой ол. Қайын жұртын сахабаларына тапсырып кетіп жатыр да, былайша айтқан кезде, жалпақ тілмен айтқан кезде. Ертең мен қайын жұртыма барасың, сол кезде шамалы. Енді пайғамбардың қайын жұрты ғой, сендердің құдаларың ба кім болады? Сол сияқты оған кішкене жұмсақ қарап қоясыңдар ғой. Деген нәрсені айтып тапсырып кетіп жатыр пайғамбар. Сол үшін жаңағыдай кейбір стереотиптерден арылу керек та. Ана ене мен келіннің арасында да ол өзіміз құртып алып жатқан нәрсе. Бір еш жерде жазылмаған, еш жерде көрсетілмеген бір қағидалар бар. Келін алдта тұру керек, бүйту керек, сөйту керек, бір армия бар үйде. Я жаңағы инеге қатысты тағы да сондай бір нәрселер бар. Ол болды ғой, кейбір нәрселер ұмытылып кетті ғой. Сен өзің отбасында баяғы жаңағы әкең келмей ауыз тиме, үлкен бастама, жаңағы баяғыда мысалға отырғызған кезде қалай отырады? Жас үлкен бала отырады. Балаларды отырғызған кезде енді әкең оңтүстікте төрт отырады ғой. Сондай одан кішісі сөйтіп отырғызатын, қазір сөйтіп сондай порядок сақтайсыздар ма үйде? Кім қай жерінен ыңғайлы келеді, қай жеріне тиісіп сол орынға отырады ғой, дастархан басына отырған кезде. Сол нәрселердің бәрі қалып кетті ғой. Ауыз тимей жаңағы бастамау, бата асқайырмай тұрмау деген сияқты әшейін қарапайым дүниелердің өзі ұмытылып кетті, қалып қойды ғой қазір. Қалаға көшіп біздің урбанизация деген сияқты үлкен нәрселермен ауылда қалып қойды оның бәрі. Ол ауылдан да кетіп қалды кейін. Енді сондай бір нәрселерді сақтаймын деп, ана енелерінде енді қателігі бар ғой енді. Келеді да бірден не істейді, о, былай істаймын дейді. Жаңағы анау да мен бара сала басым демеймін деп барады, сондай нәрселер да. Бағанағы Алла разылығы үшін жақсы көру осы жерде керек та. Сен Алла разылығы үшін
жақсы көресің күйеуіңді, алла разы болсын жақсы көресің ата енеңді, сен де алла разы болсын сыйла өзің қайын жұртыңды мысалға да. Біз жігіттердің де кінәсі жаңағыдай үйіне апарып тастаған кезде қызды өзінің әйелін кәдімгісі көшенің сыртынан түсіреді да машина такси сияқты кетіп қалады. Барып сәлем беріп қолын алып кетсе алмасыңдар ма, жүзіңді көрсетіп кетсе өзің әйелдің әке-шешесі ғой мысалға да. Сондай кейбір стереотиптер бар, просто алып тастау керек та, оның бәрін сырт тастау керек та, шариғатпен реттеу керек та. Шариғат не дейді? Шариғат не талап етеді? Шариғат қандай нормаларды қойды? Соның шеңберінде ғана жүру керек, одан шықпай ақ қою керек. Өйтем, қоғамдағы кейбір жаңа айтып отырған балалардың да арасында жаңағы кейбір әңгіме сұранып кеттің ба, жібермей жатыр ма, мынау деген сияқты нәрселердің барлығы, оның бәрі жахилиет дәуірінде қалу керек та. Сосын ер азаматтың бір міндеті, жаңағы кімнің отбасы мәселелерінде жазған Адудудин Алиджи деген ғалымның бір кітабы бар. Соның ішінде сиясатыл мәнзил деген тақырып бар да, отбасы саясаты дейді. Отбасында да үлкен саясат керек. Биядихи оқудатун никах деп некенің түйіні соның қолында деп сені ер азамат ретінде сипаттады Құранда Алла тағала. Сен жауаптысың бүкіл проблемаға. Сен шешуің керексің ғой екеуінің арасын. Ұрысып қалды ма сен жарастыру керексің. Келіспей жатыр ма сен келістіруің керексің. Сен жүруің керексің байшылықтың арасында. Анау не істейді, басын алып далаға қашады. Не істеймін, осындай болып жатыр, мамамды таңдаймын ба, әйелімді таңдаймын ба деп имам алдым. Сен ол үйіңе барып шешсе ғой мәселені. Көрдіңіз бе? Осындай бір қарапайым мәшин дүниелер негізінде. Бірақ біз бұрын соңды мүмкін беттесіп ондай нәрсемен көрмегесін ба, аламызда оны ушықтырамыз. Сосын ана проблема жабылған сайын ол ушыға береді ғой. Бірден сол жерде ашып тастау керек қой, не болады кәне? Қалай? Саған неге ұнамайды, саған не ұнамайды, маған не ұнамайды деген сияқты ашып тастау керек қой бірден. Ол өзінің ішінде, анау өзінің ішінде сақтайды, ол өзінің ішінде сақтайды да сонымен ол үлкейе береді. Ана алшақтай береді. Сосын жүресің, қазір бөлек тұрып жатырмыз, андай-мындай деген нәрселермен да. Сондай дүниелер ғой енді, оның бәрінде қазір шыны дұрыс айтады, 10 мәселе келсе отбасылық 9-ы жаңағы айтылған проблема. 9-ы біз енді мешіт жүргеннен кейін білеміз ғой статистиканы. 9-ы жаңағы проблема. Оның барлығына себеп болған жаңағы советтік түсініктер ғой кейбір халық қоғамда, армияда дедовщина сияқты. Кейбір нәрселерді жеңілдету керек. Кейбір нәрселерді ескеру керек. Қазір өзің үйіңдегі баланың өзі баяғы жаңағы егінге 3 ай бойы салып, малдың соңына көтінен бір теуіп айдап жүретін балдар емес қой. Ойбай ауырып қалған кезде бір пакет антибиотикпен келесің ғой үйіне мысалға. Бұрын ол ауырып жатыр ма, больницаға түсіп жатыр да, больницада жоқ қой, апармайсың ғой. Сен сол поколение мынаны неге салыстырасың? Али радиаллаху анхудың керемет сөзі бар. Сендер балаларыңды, сендерді әке-шешелерің тәрбиелегендей тәрбиелемеңдер. Өйткені олар басқа заман үшін жаратылған дейді. Иә, бұрынғы кездерде болды, ойбай орыс тілін білсең өліп қаласың. Орыс тілін біл, ойбай орыс тілін білмейтін адам емес деген нәрселер ол замандар болды ғой. Қазір керек па біреуге сол орыс тілін мысалға? Оның орнына ағылшын басқан шығар, оның орнына қытай басқан, басқа тілдер басқан шығар мысалға. Бір тілдің өзінде алайық. Сол сияқты баяғыда ойбай сен бір мамандықтар бір кезінде қат болған сондай бір ойбай сол маманның егесі қолдан қолға тимей сондай бір құрметті болған нені әкеліп сен енді өзің 21 ғасырда 2024-те өмір сүріп жатқан балаңа ойбай осындай мамандыққа түсіп оқы дейсің ба? Ол атымен жоқ шығар, оның орнына ұмыт басып кеткен шығар қазір. Сондай нәрсе ғой. Кейбір дүниелер ол сол заманда қалды 20-шы ғасырда. 21-ші ғасырдың өзінің басқа темалары бар, басқа дүниелер бар. Соған икемделіп, соған бейімделіп өмір сүріп кету керек. Енді бағана біраз қатты кетіп қалғанбыз, айта алмай камера тұрғасын. Бетінен бір орап қайттым десе, иә. Онда жобаластау деймін иә сұрақта, иә. Бір жағынан тоңдық та, альхамдулилля. Енді Алла разы болсын сіздерге де. Мынау сапарласып болғанымызға қуаныштымыз. Бүгін ерекше стильде өтті, және алғаш рет бұндай тәсілді қолданып жатырмыз. Жаңағы аты жоқ подкаст, айдалада деген. Самандардың ортасында деп. Иә. Енді бірінші ғана күніміздің жоспары ғой. Ертең бар. Жаңағы айтқан барған жерлеріміз, бүгінгі болған ойын сауық шаралары, жаңағы ас дастарханымыз, уағыз сабақтарымыз, бұл бүгінгі программа. Ертең өзінің программасы бар ертеңге дейін. Енді көңілдеріңізде шығып жатыр деп ойлаймын. Жігіттерге Алла разы болсын. Жол тревелдің жігіттеріне ұйымдастыруы, несі барлығы өте әр сапар сайын жаңа бір нәрселер қосылып, бұлар да бір жаңағыдай жетілдіріп, дамытып келе жатыр былайша шыққан кезде. Жаңадан бір версиялар, көп нәрселер қосылып дегендей. Міне Абылай ұстаз бірінші рет қосылып жатыр. Бұның өзі үлкен бізге жетістік. Келіп отырған Абылай ұстаздың қасымызға. Шопыраға бар автобуста. Шопыраға. Ол кісі қайда? Демалам деді ғой. Абай болды ау деймін, біз өзі мәресіне жетті. Абылайдың соңғы потолокқа жазатын бір сөзі бар, айтады. Иә, бізде әдет бойынша подкастты Абылай аяқтайды. Иә. Қорытындысын қояды, сосын бір фраза айтады, сол потолокқа жазылады ғой. Айтсайшы ана, қорқақтық өмірімді ұзартпайды, батырлық оны қысқартпайды. Жоқ, бүгінгі нені Нұрсұлтан Сал өзі айтты ғой. Жаңа неде айтты, келе жатқан кезде айтты ма, кеше түнде айтты ма есімде жоқ. Сапар ризық арттырады деп айтып кетті да бір сөзінде. Иә, соны жақта байқап жатырмын мен, не үшін арттырады деп жаңағы қарап жатырмын келе жатқан автобуста. Риуаяттарға қарап, сол кезде айтады, сапарда таныстықтар көп болады дейді. Таныстық.
таныстық көп болған кезде себептер көп болады, сенің ризығың артыратын жолдар да көп болады дейді. варианттар Иә, мына жерде де қаншадан бір-бірін танысып жатыр, варианттар шығып жатыр да. Шығып Ол да жатыр. бір сапар ризық арттыратын бір дәлелі болып жатыр да. стоматология болып жатыр ғой ішім. жаңа шемішке қалды ма? Жақсы көрермендер, алла разы болсын. Келесі аты жоқ подкастының 8-ші бөлімінде жүздескенше Алла амандық берсін. Сіздерге де көп рахмет. Тоңып тыңдағандарыңызға алла разы болсын. Ассалаумағалейкум.